Саламатсыздар ма 8-ші сынып оқушылары 4-ші тоқсан бойынша алынатын БЖБ тапсырмасының 3-ші нұсқасын түсіндіретін боламын. Оқушылар егер қажет болса каналымда жалпы нұсқасы 1-ші, 2-ші және 4-ші нұсқалары бар. Және осы геометрия пәнінен бөлек алгебра, физика пәндерінің БЖБ және ТЖБ талдау сабақтары бар. Каналға өтіп, қажетті сабақтарды қарасаңдар болады. Жалпы оқушылар өздерін көріп отырғандай мінеке мұнда бізде 4 тапсырма берілген екен. Мұнда әр тапсырманың балдары берілген, жалпы бал саны 14-ке тең. Оқушылар бірінші тапсырмасы М нүктесі АБ кесіндісінің ортасы, егер А нүктесінің координатасы -9-да 10 және М нүктесінің координатасы -3-те 4 болса, Б нүктесінің координатасын табыңыз. Оқушылар ол үшін кесіндінің ортасын табу формуласын қолданамыз. Яғни мұндағы АБ кесіндісі берілетін болса, оның ортасы М нүктесі, осы М нүктесінің координатасын табу үшін біз x1 мен x2-ні қосамыз. Бөлеміз 2-ге. Сол сияқты y-ті табу үшін y1 мен y2-ні қосып бөлеміз 2-ге. Мұндағы x1, y1 дегіміз А нүктесінің координатасы, ал x2, y2 дегіміз Б нүктесінің координатасы. Ал мұндағы x, y дегіміз бұл бізде М нүктесінің координатасы. Енді x-ің орнына мұндағы -3-ті қоямыз. -3 тең болады, x1 бізде -9-ға тең. x2 белгісіз, бөлеміз 2-ге. Енді осыдан мұндағы -9 қосылған x-ті 3-дің астына 1 бар деп есептеп 1-ге көбейтеміз. Ал мұндағы -3 пен 2-ні көбейтеміз. Сонда x2-ні табу үшін -6-ға қосамыз 9-ды, x2 тең болады 3-ке. Енді мына формуланы қолданып y2-ні табамыз. y-дің орнына 4-ті қоямыз. y1-дің орнына 10-ды қоямыз. Осы өрнектен 10 қосылған y2-ні 4-дің астына 1 бар деп есептеп 1-ге көбейтеміз. Төртті көбейтеміз 2-ге. Сонда y2 тең болады 8 азайтылған 10-ға. y2 тең болады, азайтсақ -2 тең болады. Сонда оқушылар Б нүктесінің координатасы 3-те -2. Оқушылар келесі екінші тапсырмасы АБ центрі О болатын шеңбердің диаметрі, егер А нүктесінің координатасы -5-те 1 және Б нүктесінің координатасы 1-де -7 болса, шеңбер центрінің координатасын табыңыз. Ал енді келесі Б тапсырмасында А пунктін қолданып шеңбер теңдеуін жазыңыз. Мұндағы центрдің координатасын табу үшін оқушылар кесіндінің ортасын табу формуласын қолданамыз. Бірінші тапсырмадағы формуланы қолданамыз, x1 қосылған x2 бөлінген 2. y табу үшін y1 мен y2-ні қосамыз да 2-ге бөлеміз. Мұндағы x1, y1 дегіміз А нүктесінің координатасы, x2, y2 дегіміз Б нүктесінің координатасы. Енді мұндағы бізде центрдің координаталары А және Б деп алатын болсақ, x пен y-дің орнына А мен Б-ны қоямыз. -5-ке қосамыз 1-ді, бөлеміз 2-ге, тең болады -2-ге. 1-ге қосамыз -7-ні, 1 -7 деп аламыз да, бөлеміз 2-ге, тең болады -3-ге. Сонда А тапсырмасы бойынша центрдің координаталары -2-де -3. Енді Б тапсырмасы бойынша шеңбердің теңдеуін жазамыз. Шеңбердің негізгі теңдеуін жазылайық. X минус А квадраты қосылған y минус b осының квадраты тең болады
радиустың квадратына. Оқушылар, мұнда бізде АБ белгілі, радиус белгісіз. Ең алдымен осы радиуста боламыз. Радиус бізде тең болады. Егер де диаметр белгілі болатын болса, сол диаметрді екіге бөлген кездегі мәніне, яғни ОА-ға тең және ОБ-ға тең. Радиустың квадраты тең болады ОА-ның квадратына деп аламыз да, екі нүктенің арақашықтығын табу формуласын қолданамыз. Оны мұнда жазып қояйық. АВ тең болады, яғни АВ квадрат тең болады x2 азайтылған x1-дің квадраты қосылған y2 азайтылған y1-дің квадраты. Екі нүктенің арақашықтығын табу формуласын салатын болсақ, сонда бізде А нүктесінің координатасы -5-те 1 еді. Ал О нүктесінің координатасы -2-де 3. -2, -5-те -2-ні азайтып квадраттаймыз. Қосамыз, 1-ден азайтамыз 3-ті, яғни -3-ті. Мұны да квадраттаймыз. Мұнда бізде -5, 2 минус плюс болады, -3, оның квадраты 9. Мұнда бізде 2 минус плюс болады, 4 квадраты 16. Радиусы табылды, 25-ке тең болды. Енді мұндағы формулаға кеп қоямыз. X минус А бізде А минус 2-ке тең, сонда 2 минус плюс болады. Квадраты қосылған y минус b, b бізде -3-ке тең, 2 минус плюс болады. Мұндағы радиустың квадраты 25-ке тең. Шеңберінің теңдеуі x қосылған 2-ның квадраты қосылған y қосылған 3-дің квадраты тең болады 25-ке. Оқушылар, келесі үшінші есеп. Мынадай бізде екі шеңбердің теңдеулері берілген. Осы теңдеулермен берілген шеңберлердің өзара орналасуын суретін салу арқылы анықтаңыз. Оқушылар, берілген шеңберлердің теңдеулері арқылы суретін салуымыз қажет және олардың өзара орналасуын сипаттауымыз қажет. Ең алдымен шеңбердің центрін анықтаймыз. Негізгі теңдеу мінекей осы. Шеңбердің негізгі теңдеуінің формуласы осы арқылы А мен Б-ны табатын болсақ, мінекей -1-де 4 деп аламыз. Бірінші шеңбердің центрі, ал радиусы мінекей 25, ол бізде 5-тің квадраты. Ал екінші шеңбердің центрі мінекей 3-те 3 болатын болса, ал радиусы мінекей 4 бізде 2-нің квадраты деп алып, радиусы 2-ке тең деп аламыз. Ал енді суретін салатын болсақ, мінекей бірінші шеңбердің центрі -1-де 4, мінекей -1-де 4, мұнда орналасқан, ал радиусы 5-ке тең. 1, 2, 3, 4, 5-ке тең. Ал екінші шеңбердің центрі 3-те 3, мінекей мұнда бізде 2 мен 4-дің арасында 3 жатыр. 3-те 3, ал олардың радиусы, екінші шеңбердің радиусы 2-ке тең екен, мінекей 1, 2. Осы екі шеңберді салған кезде олар не істейді? Өзара орналасуын сипаттайтын болсақ, шеңберлер екі нүктеде қиылысады. Келесі соңғы тапсырмасы, төртінші тапсырмада А, Б, С, Д нүктелері табандары ВС және АД болатын тікбұрышты трапецияның төбелері, трапецияның орта сызығы мен ауданын табыңыз. Оқушылар, берілген А, Б, С, Д нүктелерін координаталық жазықтыққа белгілеп аламыз. Және олар қосқан кезде мінекей осындай трапеция шығады. Енді оқушылар, бізге табу керек трапецияның орта сызығын және мұндағы берілген трапецияның ауданын. Орта сызық дегеніміз ол мұндағы табандарына параллель болады және мұндағы бүйірік қабырғалардың қақ ортасын қосатын кесінді. Енді ең алдымен не істейміз? Бүйірік қабырғалардың қақ ортасын табамыз. Ол үшін кесіндінің ортасын табу формуласын қолданамыз. Мұндағы мінекей екі формуланы қолданамыз. АБ қабырғасының ортасын Е нүктесі деп алатын болсақ, мұндағы Е нүктесінің X және Y координатасын табатын болсақ, ол тең болады -1-де 0-ге. Яғни мұнда мінекей -1-де 0, мұнда орналасқан. Енді оқушылар, мұндағы ДС қабырғасының ортасын табу үшін, яғни мұнда біз F нүктесін белгілеп алатын болсақ, F нүктесінің координатасын табу үшін жаңағы мына формуланы қолданамыз. Мұндағы мінекей кесіндінің ортасын табу формуласын қолданатын болсақ, сонда
f нүктесінің координатасы 8-де 5 болады. 8-де 5 деген мінекей 8-де 5 мұнда орналасқан, иә? Бұл бізде f нүктесі. Ал мұнда мінекей бізде e нүктесі еді. Осы екеуін қосатын болсақ, бізде орта сызық шығады. Енді осы орта сызығының ұзындығын табу үшін екі нүктенің арақашықтығын табу формуласын қолданамыз. Сонда бізде EF-тің ұзындығы тең болады екен 106-ға. EF-тің квадраты 106-ға тең болатын болса, EF-тің өзін табу үшін не істейміз? Түбірасын аламыз. Сонда ол тең болады 10,10-3-ке. Келесі тапсырмасы бізде ауданын табу керек еді. Ауданын табу үшін орта сызық пен биіктікті көбейтеміз. Ол үшін бізде орта сызық белгілі, мінекей 10,10-3 болды. Ал биіктігін 4,15 деп алдым. Оқушылар мұндағы биіктікті өздерің екі нүктенің арақашықтығын формуласы арқылы тапсаңдар да болады. Сонда екеуін көбейткен кезде ауданы тең болады екен 46,135-ке. Сонда жауабы орта сызығы 10,10-3 болатын болса, ал ауданы 46,135-ке тең болады. Оқушылар берілген 4 тапсырма бойынша қандай да бір сұрақтар болса, пікірге жазып қалдырсаңдар болады. Сау болыңдар.